Осындай Volkswagen Beati. Біз бұның потологын құрттаймыз. Потолог енді жағдайына шалып кеткен. Ол үшін әрине біз бірінші мынау күн қағарларды, сосын кеміне бұларды шешіп, бұның бәрін шығарамыз. Әрине бұл жердегі мыналардың бәрі шешіледі. Міне уже шешіліп тұр. Менде мына жағын шештім. Енді мынаны шешем. Мына терезесі алынады. Мынау шешіледі, мынау алынады. Мына жағы уже алынып тұр. Мыналардың бәрі шешілді уже. Мынау шешілді. Мынау шешілді, міне. Осының бәрі шешеміз де потологты арт жақтан шығарып аламыз. Мынаның бәрі шешілді, мен жанындағылар. Қазір мынаның бәрі шықты, міне. Бұның бәрі оп-оңай өзінің осындай стопырларында тұрады. Міне, мұның негізі лайнан тұрған ғой, көтеріп міне. Осыны стопырынан шығарып аламыз, міне. Битеріп жандарына. Соң кез уже потолок уже босап тұр. Потологты шығарып, как раз потологты түсіргеннен бұйырса, төбесіне шумка-мумканың бәрін жасаймыз. Осылай. Бүкіл шештім, төмен түсірдім потологты. Енді бұл жердегі стекелдерін бәрін осылай сорып аламыз. Содан кейін потологты багаждан артқы неден шығарып аламыз сыртқа. Содан кейін ары қарай іске кірісеміз, міне. Осы жерден түсіріп, міне, стекелден осы арадан сорып аласыздар. Сорып, дәл осылай бүкіл стекелдерін шешіп аласыздар. Сол барлық стекелдері шешілді. Енді не бәрі потологты артқа қарай суырып алу керек. Әрине, екі адам керек болады. Қасымызға тағы бір дым ақпас керек болады. Потологты осы қоямыз да, бұрынғы ескі қалын полный сыдырып, тазалап, содан кейін жаңа алған матамен қаптап шығамыз. Осындай бір гараж, немесе ауа райы жақсы болса талаққа да істеуге болады. Әйеліңмен сөзім өтетін болса, үйдің ішіне кіргізіп алып, үйдің ішін қопыратып, үйдің ішіне де істеуге де болады әрине. Мына пластмасын бәрін шешіп алдым. Ана жердегі енді терісін сыдырамыз. Терісін сыдырып аламыз. Енді тер емес, терді теріс түсініп қалмаңыздар. Потологтың несі ғой? Міне, көрдіңіздер ме? Қандай сәсеңінде болған. Біз бұны аламыз да. Деп, лақтырып жіберіп, сосын отқа жағамыз. Айтпақшы, бұны тазалау үшін осындай бір шлиповый машинаңыз болса, бағыңыз. Болмаса, сорыңыз. Өйткені бұны тазалау қиыннан қиын. Бұның клейлерін көрдіңіз ба? Жабыспақ. Оны мұнамен әкесін танытып тұрып, шыбын тайғанап жығылатындай қылып тұрып тазалап аласыздар. Ал бұны тазаламай қоюға болмай ма деп сұрақ қойсаңыздар, болмайды. Бұны жылтыратып тұрып тазалау керек. Өйткені бұның үстіне жабысатын матаның үстіне шығып кетеді бұлар. Бұжыр болып матаның қалай түсіндірсем екен. Қараша түсініп алыңыздар. Әдемілеп тұрып тазаладық. Клей кетті. Жылтырап тұр. Енді бұйырса матаны бойы бөлшеп бисмилля деп тұрып жапсырамыз.
жапсырамыз матаны. Қолымыз енді таза болу керек. Өйткені мына жаңа матаны бүлдіріп алмау керек біз. Енді мен жерде мен тез жүргізіп тастадым. Азбушка жасап жатырмын. Әрине бұл жерде керекті матаны сәл артығырақ өлшемде үлкеніректе қылып кесіп аламыз. Осылай кесіп алғаннан кейін негізгі мәселе ана алдындағыдан қарағанда бұның бір проблемасы, нағыз бір мәселе жері бұның бугороктары. Орталарын көріп тұрсыздар ғой, мынадарды. Бұл біраз бүгіт жасайды. Сондықтан көрдіңіздер ме, мен мынада артқа тегіс жағынан бастап жабыстырып бастадым. Яғни тегіс жағынан бастап жабыстырып бастадым да, енді бугороктарына қарай келген кезінде осы дүрдеп тұрған жерлерін қазір ақырындап қайшымен осылай дәл кесуге тиісті жерін тарылтып кесіп жабыстыратын боламыз. Сондықтан дәл ортасынан кескеніміз жөн болады осылай. Сондықтан темір кессең ұзын кес, ұзарту оңай, ағаш кессең қысқа кес. Осындай кезде ауызға мақал да келмей қалады. Құрсын мақалыңа сақалым, жұмысымды істей берейін. Міне, осылай ақырындап қуалап жапсыра бересіздер. Міне, ең бастысы асықпау керексіздер, аптықпау керексіздер, еп керек, шыдам керек, төзім керек. Сондықтан бірден тез істеп тастайын деп асығатын болсаңыздар, материалдарыңызды бүлдіріп алуларыңыз әбден мүмкін. Сондықтан да еш асықпай, аптықпай, байыппен, бағамен осылай ақырындап отырып жапсыра беретін боласыздар. Мына сылдырлаған жылтыр қағазын ақырындап тартып, ақырындап қуалап бір-бірден жапсырасыздар. Көрдіңіздер ме? Мен мына тегіс жағынан бастап осылай жапсырдым. Тегіс жағынан бастап, көрдіңіздер ме? Тегіс жағынан бастап қуалайсыздар. Анандай дүрдиген бугорок жерге келген кезде міне осылай ортасынан кесіп ақырындап өтпен салапанды міне осылай тартып отырып ақырындап қуалап отырып жапсыратын боламыз. Осылай жапсыру арқылы төзіммен, шыдаммен, бағамен, байыппен ақырындап жұмысымызды бітіреміз бұйырса. Сонымен бізде потолок дайын болды. Қазір бұйырса машинаға саламыз. Алдыңғы потолок салынды, достар. Енді кезек арт жағында. Артқы потолокты саламыз қазір. Сонымен потолокты салдым, байладым. Соски болды, әрине күшті болды. Енді біз мынау мейлінше жуып тазалап едік, өкінішке орай дұрыс болмады. Тағы да материал алып келдік. 1,5 метрлік бұйырса бүкіл осы. Бұның бәрін негізі қалдырамыз деп ойлағанбыз, бірақ бұның бәрін шешіп қайтадан қаптау керек. Осының бәрін алып бейтті құртып тұр осылар. Ал атак төбе міне осылай болды.